Бұл истиқома деген нәрсе, бұл сезонный Құдайға құлшылық қылма деген нәрсе ғой. Сезонный. Маусымында ғана Құдайға құлшылық қылып, кейін Алланы тастап қою бұл қатетерлік болады екен. Енді Алла Тағала Құран кәрімде не дейді бізге? Уабуд раббака хатта яътиякал яқин. Раббыңа Меккеде ғана, Мәдинада ғана, оразада ғана, немесе қажылық күндерінде ғана, немесе тақаны қадір түндерінде ғана Раббыңа құлшылық қылатындардан болма дейді Алла Тағала. Раббыңа өлім сәті келгенге дейін құлшылық қылатындардан бол. Яғни уақытша сезонный құлшылық қылма дейді Аллаға. Өлім сәті келгенге дейін. Аллаға ең қатты ұнайтын амал, аз болса да үздіксіз жасалынатын амал дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Аллаға қажекелер үйіп төгіп, Меккеде бәрін істеп, Мәдинада бәрін істеп, оразада бүкіл тарауықты оқып, тахаджуд оқып, кейін ораза біткеннен кейін Құдай тастап қоятындардан болған адам керек емес Аллаға. Аллаға аз-аздан жасайтын, бірақ амалдарын үзбей жасайтын